Ибраимның құрбандық шалу қиссасы. Ұлық Алла орынбасарының рухани күш-қуатын көрсету үшін Ибраимды сынаққа алады. Ондағы мақсат адамның ерлігін көрсетіп, періштелерге мақтанып еді. Бір күні Алла оған аян беріп, жалғыз ұлыңды құрбандыққа шал деп бұйырды. Құдайдың қалауы солай болса, ризамын деп іштей бекінген Ибраим ұлын киіндіріп тауға қарай жол тартады. Әке, біз қайда барамыз деп сұрады ұлы. Досыма қонаққа барамыз деді әкесі. Олай болса, пышақ пен жіптің не қажеті бар? Қайтарда қой сойып әкелеміз. Осы кезде сайтан келіп Смағұлды азғырды. Ей, әкең өтірік айтады. Сені Алланың жолына құрбандыққа шалмақшы деді. Смағұл, Алла үшін шыбын жаным садаға деп Ібліс шайтанды қуып жіберді. Ібліс енді ажарды айналдырды. Анасы да Алла үшін 1000 ұлым болса да құрбан етер едім деп. Ібліс отбасына алауыздық ете алмай шарасыз қалды. Құрбан шалатын жерге жеткенде Ибраим ұлына қарап жылай берді. Ұлы, әке, не үшін жылап отырсың деді. Ұлым, мен сені қазір құрбандыққа шалам. Алланың қалауы солай болды деп жылап жіберді. Олай болса, еркек тоқты құрбандық деген Алланың бұйрығына мен де ризамын. Тек өтінерім, анам мені жоқтап жыламасын, сабыр етсін. Бауыздар кезде менің көзіме тура қарамаңыз. Әкелік мейіріміңіз оянып, Алланың үкімін орындай алмай ұятқа қаларсыз деді. Оның мына сөзін естіген барлық періштелер егіліп қоса жылады. Сол кезде ұлық Алла періштелерге, қараңдар, менің қандай адал құлдарым бар. Сендер әлімсақта адамды жаратпа, олар қан төгіп қиянаттан басқаны білмейді деп арыз айтып едіңдер. Енді қараңдар мұна ерлікке деп мақтанды. Періштелер бастары салбырап жерге қарап. Ибраим пышағын алып, Смағұлдың тамағынан орып жіберді. Бірақ пышақ өтпеді. Ол екінші рет қайта тартты. Тағы да өтпеді. Үшінші рет бар күшімен бауыздады. Алмас пышақ жұмсақ теріні кесе алмады. Пайғамбар ызаланып кетіп, пышақпен тас тұрғанда, өткір кездік қара тасты қақайырды. Сол кезде Жебірейіл періште пейіштен көк қошқар алып, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар, валиллахил хамд деп тәкбір айтып түсті. Бұл Алла ұлы, Алла ұлы, Алладан басқа тәңір жоқ. Алла ұлы, оған мақтау мадақ болсын деген мағынаны білдіреді. Періште, ей Ибраим, сынақтан сүрінбей өттің. Алла сенің адалдығыңа риза болды, ұлың аман қалды. Оның орнына мына көк қошқарды құрбандыққа шал деді. Содан бастап, құрбан айтта мұсылмандар құрбандыққа мал шалатын болыпты.